Марина егер 1 сағаттан кейін күйеуі оны ескі күйі деп атайтынын, ал 10 жылдық некесінің құны 1 қорап сары май болып шығатынын білгенде, бокалдарды бұлай жалтыратып сүртпес еді. Бірақ ол білмеді. Ол тек мерекелік кешкі астың суығанына және ауадағы үрейдің қоюланғанына қарамай күтумен болды. Пәтерде розмарин мен пеште піскен еттің, яғни Марина соңғы 3 сағат бойы тырысып жасаған жайлылықтың иісі аңқиды. Ол аппақ дастарханның бүктемесін түзеп, хрусталь бокалдың жиегін саусағымен сипап, шаң жоқ па деп тексерді. Бәрі әдеттегідей мінсіз еді. Қабырғадағы ескі сағат маятнигімен секундтарды санап, тыныштыққа шеге қаққандай соғып тұр. Тілдері 9:30-ды көрсетті. Пештегі фольгаға оралған ет шырыны мен дәмін жоғалтып, біртіндеп суып барады. Марина қонақ бөлмедегі орындықтың шетінде, емтихан нәтижесін күткен оқушыдай арқасын тік ұстап отырды. Үстінде Артур 5 жыл бұрын талғампаз деп атаған қою көк көйлегі. Көйлек қазір сәл кеңдеу тұрғандай, соңғы айларда Марина өзі де байқамай салмақ тастап, бұғаналары тым айқындалып кеткен еді. Ол күміс жақтауда тұрған үйлену тойындағы суретке қарады. Суреттен 10 жыл бұрынғы 2 жас. Көзі жанып тұрған өршіл жігітпен жылы жымиған сенімге толы бойжеткен қарап тұр. 10 жыл. Қалай той? Алғашқы нағыз мерейтой. Марина 10 жыл бұрын Артурдың бүкіл әлемді аяғыңның астына тастаймын деп сыбырлағанын есіне алды. Оған әлем керек емес еді, тек күйеуінің үйге уақытында келгені ғана керек болатын. Құлып сықыр етті. Марина бұрынғыдай алдынан жүгіріп шыққан жоқ. Тек терең тыныс алып, саусақтарындағы дірілді басуға тырысып, жайлап орнынан тұрды. Артур өзімен бірге күзгі жаңбырдың, қымбат парфюмнің және шаршаудың иісін ала кірді. Ол май шамдар жанып тұрған қонақ бөлмеге бұрылып та қарамады. Су болған плашын киім ілгішке емес, пуфикке тастай салып, галстугын босата отырып ас үйге өтті. Үйдесің бе? Деді ол сәлемдесудің орнына. Даусы құрғақ, іскерлік сипатта шықты. Марина соңынан ерді. Артур графиннен су құйып ішіп тұр еді. Ол мінсіз көрінетін. Шаш үлгісі, арнайы тігілген костюм, күтілген сақал, нағыз өмір иесі, бірақ мүлдем бөтен адам. Сәлем, Артур, деді Марина ақырын. Астайын. Сен жақсы көретін бұзау етін пісірдім. Ол тісі ауырғандай бетін тыжырайтты да, кенет үстел жиегінде жатқан кішкентай қағазға көзі түсті. Бұл Марина асығыста пакеттерді реттеп жатып тастауды ұмытып кеткен супермаркеттің чегі еді. Артур чекті 2 саусағымен қылмыс орнынан табылған айғақтай көтеріп, жолдарға көз жүгіртті. Оның қастары түйіліп кетті. Марина. Оның даусы қорқынышты түрде сабырлы шықты. Біз осы айға бюджетті талқыладық деп ойлаймын. Мынау не? Маринаның іші мұздап кетті. Сары май 82-230 рубль деп оқыды ол үкім оқығандай. Сенің есің дұрыс па? Артур, бұл жақсы май. Вологодтық. Мен пирог пісірдім. Пирог. Деп оның сөзін бөліп жіберді Артур, чекті үстелге лақтырып. Көрші дүкенде спред 50 рубль тұрады. 50, Марина. 4 есе арзан. Сен шығындарды оңтайландыру дегеннің не екенін түсінесің бе? Әлде сен үшін ақша ағашта өсе ме? Марина құлағына сенбей оған қарап тұрды. Қолындағы сағаты ескі иномарканың құнымен тең, кеше ғана жаңа келісім шартымен мақтанған адам қазір әйелін 1 қорап май үшін мектеп оқушысындай ұрсып тұр. Тиыннан теңге құралаты деп жалғастырды ол ас үйдің ішінде, ары-бері жүріп. Мен империя құрып жатырмын. Әрбір бос рубльді айналымға салып жатырмын. Біздің болашағымыз үшін бәрін бәс тігемін. Ал сен оңды-солды шашып жатырсың. Біресе май, біресе мына ақмақ салфеткалар. Бүгін 10 қазан деп Марина оның сөзін сыбырлап бөліп жіберді. Артур сөйлеп тұрған жерінде тоқтап қалды. Ол әйеліне бұрылды, көзінде бір сәт түсінбеушілік, сосын ашу пайда болды. Сонымен не? Бастилияның алынған күні ме? Бүгін біздің үйленгенімізге тура 10 жыл болды. Марина қонақ бөлмедегі жалғыз жанып, дастарханға балауызы ағып жатқан май шамдарға иек қақты. Ауыр, жағымсыз тыныштық орнады. Артур дастарханға бір қарап, сосын әйеліне қайта бұрылды. Көзінде кінә сезімі де, қысылу да жоқ,
тек салқын есеп қана. Иә, деді ол, маңызсыз бірдеңені еске алғандай. Тура 10 жыл. Ол жақындаған да жоқ, құшақтаған да жоқ, махаббат туралы бір сөз де айтпады. Оның орнына пиджагының ішкі қалтасынан бүктелген қағаз шығарды. Айтпақшы, біздің одағымыз туралы еске салғаның жақсы болды. Бұл тіпті орайлы сәт. Ол қағазды асүй үстеліне әлгі чек тұрған жерге жайды. Маған сенің қолың керек. Дәл қазір. Марина аяғы мұздап бара жатқанын сезіп жақындады. Бұл не? Мүлікті кепілге қоюға келісім. Мен бизнесті кеңейту үшін ірі несие аламын. Монолит жаңа деңгейге шығып жатыр. Маған серіктестермен бірге үлеске кіру үшін айналымдағы қаражат керек. Марина мәтінге көз жүгіртті. Әріптер көз алдында билеп кетті, бірақ мәнін бірден түсінді. Мұнда саяжай көрсетілген. Оның даусы дірілдеп шықты. Қарағайлы ормандағы саяжай. Әкемнің саяжайы. Иә, деп Артур оңай келісті. Ол сенің атыңа рәсімделген. Бұл қазір біздегі бос тұрған жалғыз өтімді актив. Пәтер онсыз да ипотекада. Мына жерге және мына жерге қол қой. Ол оған қымбат қаламын ұсынды. Марина қолын артына тығып, бір қадам шегінді. Жоқ. Артур естімегендей болды. Жоқ дегенің қалай? Марина, бастамашы. Бұл тек формальдылық. Жарты жылдан кейін пайдадан несиені жауып тастаймын. Мен қол қоймаймын, деді ол көзіне тік қарап, нық дауыспен. Бұл менің әкемнің үйі. Ол оны өз қолымен тұрғызған. Онда анам жаз бойы тұрады. Әкем өлгелі оның өзін тірі сезінетін жалғыз жері сол. Сен оның үйін кепілге қойғың келе ме? Бұл үй емес, бұл актив. Артурдың шыдамы таусыла бастады. Оның беті қызарып кетті. Беделді аудандағы ескі тақтайлардың жиынтығы. Жер ақша тұрады, ал сенің сезімдерің түкке тұрмайды. Сенің қырсықтығыңнан мен қандай мүмкіндіктерді жоғалтып жатқанымды түсінесің бе? Мен сенің өршілдігің үшін анамның үйін қатерге тігуге жол бермеймін. Одан кейін айтылған сөздер шапалақтан да қатты тиді. Артур қаламын үстелге лақтырды. Ол домалап барып, еденге көрсетіп түсті. Менің өршілдігім бе? Деп ол Маринаға жақындай түсіп, сыбырлады. Сен сол өршілдіктің арқасында өмір сүріп отырсың. Сен мен күні-түні жұмыс істегендіктен ғана тамақ ішіп, киініп, жылы жерде ұйықтап жүрсің. Ал сен не істейсің? Өзіңнің кадр бөлімінде тиын тебен үшін қағаз аударасың ба? Менің табысым жетеді. Неге жетеді? Сары майға ма? Ол ащы мысқылмен күлді. Сен рахметі жоқ адамсың. Менің мойнымда отырып алып, тағы шарт қоясың ба? Марина тоңазытқышқа арқасын тіреді. Ол құлағын жауып, жоқ болып кеткісі келді. Артур, өтінемін, бүгін біздің мерекеміз. Мереке? Ол әйеліне бастан аяқ төмендете қарады. Өзіңе айнадан қарашы, Марина. Кімге айналдың? Марина еріксіз қараңғы терезедегі бейнесіне қарады. Сен іш пыстыратын, түссіз, шкафта ұмытылған ескі күйе сияқтысың, деп ол әр сөзін шегелегендей айтты. Сенде от жоқ, өмір жоқ. Тек ыңқылдап, талап қоюды ғана білесің. Менен басқа саған кім керек? Саған кім қарайды? Сөздер ауыр, кір тастардай тиіп, оның өзін-өзі ұстау қабілетін талқандады. Кет, деп сыбырлады ол. Бұл менің кабинетім, мен сонда жұмыс істеуге барамын, деп тастап жіберді ол. Ал сен мынаның бәрін жиына. Тәбетім жоқ. Өз мінез құлқың туралы ойлан. Ертең таңертең құжаттарға қол қойылуы керек, әйтпесе өкпелеме. Ол бұрылып шығып кетті. Кабинеттің есігі қатты жабылғаны сонша, серванттағы ол соншалықты тырысып сүрткен хрусталь бокалдардың етіп дыбыс шығарды. Марина жалғыз қалды. Суып қалған еттің иісі енді жүрек айнытарлықтай көрінді. Мерекелік үстел келемеш сияқты, көрерменге ескертпей тоқтатылған спектакльдің декорациясы іспетті. Пәтерде ауа жетпей қалғандай болды. Қымбат тұсқаға жапсырылған қабырғалар оның кеудесін қысып, жақындай түсті. Марина демалуға тырысты, бірақ оттегі келмеді. Қашу керек. Кез келген жаққа шығу керек.
Ол дәлізден пальтосын алып, қайсысы екеніне де қарамай, бәтеңкесін киіп, бауында байламай, баспалдақпен төмен қарай жүгірді. Лифт тым ұзақ жүретіндей көрінді. Көше оны мұздай жаңбырмен қарсы алды. Қазан айының суық нөсері бетіне шауып, көзінен аққан ыстық жаспен араласты. Жел түймеленбеген пальтосының етегін ұшырып, жұқа көйлегінің ішіне кіріп жатты, бірақ Марина суықты сезбеді. Ішінде өкпе өрті жанып, бәрін үмітті, махаббатты, өзін-өзі құрметтеуді өртеп жатты. Ескі күйі, түссіз. Саған кім керек? Бұл сөздер әр адыммен бірге желкесінде соғып тұрды. Ол жолды көрмей жүре берді де, аяғы өзінен өзі олардың элиталық тұрғын үй кешенінен 2 орам жердегі ескі қалалық саябаққа алып келді. Мұнда қараңғы әрі ешкім жоқ еді. Шамдар біреу аралап жанып, жаңбыр суы басқан қара шұңқырларды көрсетіп тұр. Марина кездескен алғашқы орындыққа отыра кетті. Орындық су әрі мұздай еді, бірақ оған бәрібір болды. Ол екі жағына тербеліп, саусақтарына қарады. Оң қолының аты жоқ саусағында алтын жүзік күңгірт жалтырайды. 10 жылдық өмірдің, некенің символы, қазір ғана сары май мен саяжай үшін тапталған өмір. Марина жүзікті айналдыра бастады. Ол бос тұр еді, жүйкесі жұқарып, саусақтары арықтаған. Ары-бері. Айналдыру, тарту. Айналдыру, тарту. Не үшін? Деп сыбырлады ол бостыққа. Мұның бәрі не үшін? Ол жүзікті қаттырақ жұлып алды. Су болған металл, су болған теріден тым оңай сырғып кетті. Жүзік саусағынан ұшып шығып, орындықтың ағашына тиіп, тірі заттай секіріп төмен түсті. Дың. Асфальтқа тиген дыбыс, сосын судың шашырағаны естілді. Марина қатып қалды. Жүрегі тоқтап қалғандай болды. Санадан бұрын инстинкт жұмыс істеді. Ол тізерлеп, лайдың жермен түскен жапырақ араласқан шұңқырдың ішіне қолын салып қалды. Жоқ, жоқ, жоқ. Деп күбірлеп, мұздай судың ішінде қолын жүгіртті. Дәл орындықтың қасында кәріз торы бар еді. Егер жүзік соған түсіп кетсе, ол жапырақтарды тырнап, маникюрін бұзып, пальтосының жеңін былғап іздеді. Саусақтарының ұшына лай толып, суықтан қимылдауы қиындады, бірақ жүзік жоқ еді. Оны үрей биледі. Бұл жүзік қазір оның ақыл есін ұстап тұрған соңғы жүктей көрінді. Егер оны да жоғалтса, бәрін жоғалтады. Ол тізерлеп еңіреп, бетіне бояу мен лайды жағып іздеп жүрді. Бірдеңе жоғалттыңыз ба, әлде қазына іздеп жүрсіз бе? Дауыс жоғарыдан естілді. Сабырлы, терең ер адамның даусы Артурдың зекіген даусына мүлдем ұқсамайды. Марина селт етіп басын көтерді. Жаңбыр мен жас арасынан бір сұлбаны көрді. Сарғыш жилет киген, кепкасын басына баса киген ұзын бойлы адам. Бір қолында сыпырғыш, екінші қолында қуатты фонар. Мен. Жүзік. Деді ол тісі тісіне тимей дірілдеп. Неке жүзігі. Ол түсіп кетті. Ол келемеш күтті, немесе затыңа қарау керек ет деп өтіп кетет деп ойлады. Бірақ адам ештеңе айтпады. Ол сыпырғышын орындыққа сүйіп, фонарын жағып, оның қасына тура сол лайдың үстіне тізерлеп отыра кетті. Маған жарық түсіріңізші, деді ол фонарын ұсынып. Марина дірілдеген қолымен фонарды алды. Жарық оның қолдарына түсті. Ірі, мықты қолдар, бірақ аула сыпырушы үшін тым күтілген саусақтар. Ол сабырмен асықпай іздеді. Саусақтары кәріз торының қасындағы жапырақтардың арасына кіріп кетті. Абайлаңыз, шыны болуы мүмкін, деді Марина еріксіз. Қорқынышты емес деп жауап берді ол. 1 минут өтті, 2 минут. Марина су жүзікті ағызып әкеткен шығар деп үмітін үзе бастағанда ол тоқтай қалды. Таптым. Ол қолын баяу шығарды. Оның қара топыраққа былғанған алақанында жүзік жатты. Марина жеңілдеп демін шығарды. Құдайға шүкір. Рахмет сізге. Ол жүзікке қол созды, бірақ ол бірден бере қоймады. 1 минут күтіңіз. Адам жұмыс күртешесінің ішкі қалтасын ақтарды. Марина оның не іздеп жатқанына таң қалды. Мүмкін шүберек пе? Ол орамал шығарды, аппақ, үтіктелген батист орамал. Ол оның қолында қоқыс жәшігіндегі гауһар тастай жат тұрды.
Ол жүзікті мұқият сүртіп, алтын қайтадан жарқыраған кезде ғана орамалдың таза бұрышына орап Маринаға ұсынды. Міне, алыңыз. Қазір киюді кеңес бермеймін. Саусақтарыңыз мұздап қалған, тағы түсіп кетеді. Қалтаңызға салыңыз. Марина жүзікті жұдырығына қысты. Ол оның қолынан жылыған еді. Мен сізге қалай алғыс айтарымды білмеймін. Ол пальтосының қалтасынан әмиянын іздеді, бірақ оны алмай шыққаны есіне түсті. Менде ақша жоқ. Мен сұраған жоқпын. Ол жеңіл көтеріліп, оған қолын беріп, тұруға көмектесті. Тұрыңыз, әйтпесе әбден ауырып қаласыз. Марина сонда ғана өзінің қаншалықты су болғанын сезді. Ол қатты дірілдей бастады. Бір-екі рет түшкіріп жіберді. Сау болыңыз, деді аула сыпырушы. Ол оған кепкасының астынан мұқият қарады. Сіз әбден су болғансыз. Үйіңіз алыс па? Жоқ, жақын, деді Марина тістері сақылдап. Бірақ мен бара алмаймын. Қазір үйге барғым келмейді. Ол бұл түсініктемені ең табиғи жауаптай қабылдап, басын изеді. Жүріңіз. Мына жерде менің қосалқы бөлмем бар. Онда құрғақ. Марина неге екенін түсінбесе де, оның соңынан ерді. Қорқыныш болмады. Бейтаныс адамның қиындықта көмектесуден қашпағанына деген бір түрлі сенім пайда болды. Бөлме кішкентай, құрал-саймандар сақталатын жер екен. Бірақ таза әрі жылы. Кішкентай жылытқыш жұмыс істеп тұр. Кепкен жапырақпен жалбыз иісі аңқиды. Отырыңыз. Ол таза жамылғы жабылған жалғыз орындықты көрсетті. Өзі үстелге жақындап, ескі термосын ашып, темір стақанға буы бұрқыраған сұйықтық құйды. Ішіңіз. Бұл шөп шай. Киік шөп, жалбыз, аздап шай қурай. Анам өзі жинап кептірген. Күзгі мұң мен суық тигенге ең жақсы ем. Ол стақанды ұсынды. Марина оны екі қолымен ұстап, жылудың алақанына тарағанын сезді. Бір жұтым ішті. Дәмі ашылау, жұпар иісті, үйдің дәміндей, оның өмірінде мұндай дәм болмағалы қашан. Рахмет, деп сыбырлады ол құтқарушысына қарап. Ол кепкасын шешкенде, Марина оның бетін көрді. Жас, ашық, ақылды сұр көздері бар адам екен. Дмитрий, деп танысты ол. Марина. Ол шай ішіп, аула сыпырушының бөлмесінде лай пальтамен отырып, осы шексіз кеште алғаш рет өзін күй емес, жылытылған адам ретінде сезінді. Таң оятқыштан емес, ауыр тұншығудан басталды. Марина көзін ашқанда төбесі дауылдағы кеме палубасындай теңселіп кетті. Желкесінде кішкентай балғалар соғып тұрғандай. Тамағы шыны жұтқандай ашып ауырды. Марина әрең отырып тумбочкадан термометрді іздеді. Денесі қатты дірілдеп, қолы тыңдамады. 5 минуттан соң сынап бағанасы 39 градусқа жетіп тоқтады. Жатым бөлменің есігі ашылды. Артур кірді. Ол толық дайын еді. Қою көк костюм, аппақ көйлек, таңғы жарықта жылтыраған түймелер. Ол журналдағы суреттей, ал Маринаның аянышты күйіне мүлдем қарама-қайшы көрінді. Артур. Оның даусы бөтен, қарлыққан шықты. Маған өте нашар. Тұмау сияқтымын. Өтінемін, қызу басатын дәрмен лимон сатып алып келші. Басым жарылып барады. Артур ішке аттап баспады. Керісінше, дәлізге қарай шегініп, мұрнын иіссу себілген орамалмен жауып, бетін тыжырайтты. Тұмау, деді ол жиіркенішпен, үйде тарақан қаптап кеткендей. Керемет, өте керемет. Бүгін инвесторлармен кездесуім бар еді, ал сен лазарет ашуды ұйғардың ба? Мен ұйғарған жоқпын, деп сыбырлады ол, көрпені иегіне дейін тартып. Бұл вирус. Келіссөз алдында маған жұқтырғаның ғана жетпей түреді, деп ол сөзін бөліп тастады. Мен қонақ бөлмеге көшемін. Саған кірмеймін, сұрама да. Ол кетуге ыңғайланды. Артур, күте тұр. Марина шынтағына сүйеніп көтерілді. Менің картамда ақша жоқ. Сен өзің азық-түлікке лимит қойдың. Дәріге қолма-қол ақша қалдыршы немесе курьермен алдыртшы. Ол костюмін түзеп тұрып қалды. Қолма-қол ақша жоқ. Бәрін айналымға салдым. Ал жеткізу қызметі ше? Ол сағатына қарады.
Менің бұған уақытым жоқ, Марина. Сен ересек әйелсің. Мәселені өзің шеш. Құрбыларыңа хабарлас, полис бойынша дәрігер шақырт. Мен кешігіп жатырмын. Есік тарс етіп жабылып, оны көмектен, жанашырлықтан күйеуінен бөліп тастады. Марина бос пәтерде, аурудың иісі аңқыған бөлмеде жалғыз қалды. Ол қосымша арқылы дәрі алдыртпақ болды, бірақ экранда қаражат жеткіліксіз деген жазу шықты. Картада 43 рубль қалыпты. Артур кешегі жанжалдан кейін отбасылық есепшотты шынымен де бұғаттап тастаған екен. Түскі уақытта есік қоңырауы соғылды. Қайталап, талап қойып соқты. Марина халат жамылып, қабырғаға сүйеніп барып есікті ашты. Көзі қарауытып, әр адымы басына ауыр тиіп жатты. Табалдырықта жанына тұрды. Көршісі жарқырап тұр екен. Ашық макияж, мұнтаздай шаш үлгісі, Маринаның басын айналдырған ауыр әрі тәтті иісу иісі. Марина жан, деді ол жасанды көңілді дауыспен. Артурдың ренжулі шығып кеткенін көріп едім. Қал жағдайыңды білейін деп келе салдым. Қалайсың? Ой бұл, түрің жаман ғой. Боп-босың. Жанна еш қымсынбастан дәлізге кіріп келді. Оның жүгірген көздері бірден киім ілгішке, сосын үйдің ішіндегі тыныштыққа түсті. Ол Артурдың кеткен-кетпегенін тексеріп тұр еді. Марина құлап қалмау үшін есіктің жақтауына сүйенді. Ауырдым, Жанна. Қызуым көтеріліп тұр. Ой, бейшарай. Жанна сәнді тренчін шеше бастады, әріғай кірмек ниеті бар екен. Қазір жаман вирустар жүріп жатыр ғой. Ол плашының алдын ашқанда Марина қатып қалды. Демі ішіне түсіп кеткендей болды. Көршісінің жібек кофтасының жағасында қызыл оттай бір түйреуіш, брош жанып тұр. Ескі, қарайған алтынға орнатылған ірі рубин тасы бар жүзім шоғы түріндегі әшекей. Бұл жай ғана зат емес еді, бұл естелік. Анасының тек үлкен мерекелерде тағатын алқасы болатын. Марина оны комоттың тереңіндегі барқыт қорапшада сақтап, болашақ қызына арнап жүрген еді. Жанна, деп сыбырлады Марина көзін алқадан алмай. Мынау саған қайдан келді? Жанна оның көзқарасын байқады. Қолы алқасына қарай барып, жауып қалмақ болды да қайта түсірді. Көзінде қорқыныш пайда болды да бірден өжеттікке ауысты. Не, мына ма? Ол түйреуішті ұстап көрді. Ұнай ма? Кеше метроның қасындағы өтпе жолдан сатып алдым. Бижутерия ғой. Шыны бірдеңе. 300 рубль. Керемет, ия. Бұл шыны емес. Маринаның даусы дірілдеді. Бұл анамның алқасы. Рубині нағыз. Мен оның әрбір сызығын білемін. Жанна оны тез шеш. Көршісі плашын қайта жауып, мұрнын шүйірді. Саған солай көрінеді, жаным. Қызуың көтеріліп, сандырақтап тұрсың. Қайдағы анаң? Қайдағы Рубин? Айтамын ғой, қытайлық арзан дүние деп. Бәрі мен кеттім, әйтпесе мағанда ауруыңды жұқтырасың. Емдел, құрбым. Ол есіктен шығып кетті. Марина әлсіздігін ұмытып, жатын бөлмеге ұмтылды. Қолы дірілдеп, комоттың жәшігін бірден аша алмады. Барқыт қорапша орнында тұр екен. Марина қақпағын ашты. Бос. Ондаған жылдар бойы отбасылық құндылық жатқан орын бос тұр. Ол еденге отыра кетті. Жас шықпады. Тек Артурдың тек опасыздық жасап қана қоймай, анасының естелігінде ұрлап, көңілдесіне сыйлағанын түсінгендегі мұздай үрей ғана қалды. Ал Жанна білді. Оның кімнің заты екенін біле тұра, әйелінің алдына тағып келді. Бұл сатқындық опасыздықтан да қорқынышты еді. Бұл лас еді. Марина еденде бір сағаттай отырды, сосын баяу тұрды. Суық әрі өткір ашу оған күш бергендей болды. Оған дәрі керек. Осының бәрін шешу үшін тірі қалуы керек. Ол сөмкесін ақтарды, барлық пальтолары мен күртешелерінің қалталарын тексерді. Біраз тиын, 50-100 рубльдік бірнеше қағаз ақша. Осы ең қажеттісіне жетуі керек еді. Көшеде сыз әрі жел. Марина мойнырағышқа оранып, басы айналып құлап қалмауға тырысып жүріп келеді. Дәріхана көрші үйде еді. Ішінде хлорка мен дәрінің иісі.
Кезек баяу жылжып жатыр. Маринаның алдында ескі, бірақ жинақы сұр пальто мен ескі стильдегі шляпа киген қарт әйел тұрды. Ол дірілдеген саусақтармен тәрелкеге тиындарды санап салып жатты. 98. 99. Қарағым, маған карвалол мен цитрамон берші. Жете ме екен? 50 рубль жетпей тұр, әжей, деді сатушы қыз шаршаңқы дауыспен. Бірдеңені алып тастайсыз ба? Ой. Кейуана қалталарын сипап қалды. Күте тұршы, мүмкін басқа қалтамда бар шығар. Дәріхана есігі жұлып ашылып, суық желмен бірге Артур кіріп келді. Ол телефонымен сөйлесіп келе жатыр еді. Иә, қазір барам. Витаминдерді алам да шығам. Ол кассаға әжейдің басынан аттап өткендей жақындады. Маған дәрумендер жинағын, омега-3 және бір қорап маска. Тездетіңіз, деді ол әжейге қарамай. Кезекте тұрған кісі бар, деді сатушы. Артур көзін төмен түсіріп, алдындағы арық қарт әйелді көрді. Әжей, сіз әлі қанша қазына іздейсіз? Деп ақырды ол телефонын қоймай. Менің уақытым ақша. Жетпей жатса мешіттің алдына барып сұраңыз. Іскер адамдардың жолын бөгемеңіз. Әжей соққы алғандай бүрсіп қалды. Ол ештеңе айтпастан, абыроймен тиындарын ескі әмиянына жинап алып, орын босатты. Қолы дірілдеп тұр еді. Артур 5000-дық купюраны тастай салды. Қайтарымы керек емес. Ол дәрумендерін алып, дәріханадан атылып шықты. Ол шөптер тұрған сөренің қасында ұялып тұрған Маринаны байқамады да. Дәріханада тыныштық орнады. Кейуана басын төмен түсіріп шығуға бет алды. Тоқтаңыз. Марина кассаға жақындады. Қарағым, әлгі әжей сұрағаның бәрін берші. Және бір келі жақсы апельсин бер. Және менің тапсырысым. Ол үйден жинап келген ақшасының бәрін төкті. Дәл жетті. Тек жолға ғана қалуы мүмкін еді. Марина қарт әйелді есік алдында қуып жетті. Алыңызшы, өтінемін. Ол дәрімен апельсин салынған пакетті ұсынды. Бұл сізге. Кейуана оған қарады. Көздері таңғаларлықтай анық, көк, жүзіндегі әжімдерге қарамастан жас екен. Онда қорлану емес, терең мұң мен даналық бар еді. Рахмет, балам, деді ол ақырын. Бірақ неге шығындалдың? Өзіңде әрең тұрсың, боп болсың. Алыңыз. Марина жымимақ болды, бірақ ерні дірілдеп кетті. Және оны. Әлгі ер адамды кешіріңізші. Сен оны танисың ба? Деп сұрады Кейуана өткір қарап. Танимын. Марина көзін төмен түсірді. Ол сондай қатыгез болғандықтан өте бақытсыз адам. Бақытты адамдар бұлай істемейді. Галина Сергеевна, оның аты солай еді, Маринаға мұқият қарап қалды. Оның шаршаған жүзін, арзан мойынұрағышын, көзіндегі отты және осы бір түрлі сөзін жаттап алды. Сенікі дұрыс, балам, деді ол баяу. Ашу жанның ауруы, ал саған жазылу керек. Рахмет. Ол пакетті алып, баяу жүріп кетті. Марина үйге келіп дәрі ішіп ұйықтап қалды. Кешке қарай қызуы басылды. Әлсіздік қалса да, басы жұмыс істей бастады. Марина Артурдың өтірігімен бос қалған қорапшасы бар мына қабырғалардың арасында қала алмайтынын түсінді. Оған ауа керек еді. Ол ас үйге өтті. Тоңазытқыш бос болса да, шкафтан ұн, мұздатқыштан тауық етімен аздап саңырау құлақ табылды. Марина бұрынғы дағдысымен қамыр иіреді. Тамақ түсіру оны әрқашан тыныштандыратын. Бір сағаттан соң пештен үйдің ыстық пирогының иісі шықты, жайлы, жылы иіс. Ол пирогты фольгаға орап, сүлгіге орап, үйден шықты. Аяғы оны тағы да саябаққа, әлгі орындыққа алып келді. Дмитрий сонда еді. Ол дымқыл жапырақтарды жинап жүр екен. Оны көргенде сыпырғышын қойып, кепкасын шешті. Қайырлы кеш. Жағдайыңыз қалай? Кешегіден жақсы көрінесіз, бірақ бәрібір бозғылтсыз. Рахмет, жақсымын. Марина орындыққа отырып, орталарына түйіншекті қойды. Мен сізге пирог әкелдім. Жүзік үшін және шай үшін рахмет. Кеше мені құтқардыңыз. Дмитрий арақашықтық сақтап қасына отырды.
Әуре болмасаңыз да болар еді, бірақ иісі керемет екен. Марина пирогты бөлді. Суық ауаға бу көтерілді. Ол оған үлкен кесегін ұсынды. Алыңыз, әлі ыстық. Олар үнсіз жеді. Дмитрий жұмысшылардай асығып жеген жоқ. Әр бөлігін дәмін сезіп, асықпай шайнады. Бір қиқым жұмыс шалбарына түсіп еді, оны жерге қақпай, саусағымен алып аузына салды. Марина бұған таңғала қарап отырды. Дәмді екен деді ол жай ғана. Нағыз үйдің дәмі. Мұндайды жемегелі көп болып еді. Ұнағанына қуаныштымын, Марина жымиды. Білесіз бе, мен бүгін не көрдім? Ол өзі де байқамай оған бәрін айтып берді. Ауруы, дәріге ақша қимаған күйеуі, дәріханадағы дөрекілік, есімдерін атамай, тек бір танысым деп айтты. Тек алқа туралы айтпады. Оны дауыстап айту тым ауыр еді. Дмитрий үндемей тыңдады. Күзгі ымыртта оның беті тастан қашалғандай көрінді. Нан, бұл еңбек, деді ол кенеттен алақанына қарап. Ал мұны түсінбейтін, қарттарды итеретін, жақындарына тиын қимайтын адамдар ең кедей адамдар. Олардың іші бос. Ол оған бұрылды, сұр көздерінен жылулық пен жанашырлық сезілді. Марина, сіз өте мықты адамсыз, бірақ өзіңізді күтуіңіз керек. Ол пирогтың қалған жартысын фольгаға мұқият орады. Мұны өзіммен бірге алсам бола ма? Анамды дәм таттырайын. Оның талғамы қатал, бірақ сіздің қамырыңыз шедевр. Әрине, алыңыз, деді Марина. Мен тағы пісіремін. Ол үйге қараңғыда қайтты. Қалтасындағы бос фольга жылытып, көңілінде бір түрлі нәзік бір сезім пайда болды. Анасының алқасын ұрлап, қарттарды итеретін әлемде нан қиқымын жерге тастамайтын біреудің бары оған жігер берді. Және сол адам қазір ол туралы ойлап отыр еді. Кеш қалаға ауыр, дымқыл көрпедей орнады. Пәтерде тыныштық, бірақ бұл бақытты отбасының тыныштық емес, үзілер алдындағы тартылған ішектей керілген тыныштық еді. Марина кітап ұстап отырса да бір жолын оқымады. Әріптер бұлдырап кетті. Оның ойында алқа, Артурдың дәріханадағы қылығы және аула сыпырушы Дмитрийдің жылуы айналып тұрды. Екі әлем. Бірі жылтыр, қымбат, бірақ ішінен шіріген, екіншісі қарапайым, адал, күзгі жапырақпен нан иісі аңқиды. Тыныштықты телефонның қоңырауы бұзды. Марина селт етті. Экранда Жанна көрші деген есім шықты. Ол улы жәндікке қарағандай жиіркенішпен біраз қарап тұрды да, сосын қабылдау түймесін басты. Өз рөлін ойнау керек еді. Маришка, құтқар. Жаннаның даусы тым тәтті еді. Менде әлемдік апат. Ноутбугым өліп қалды. Тек қара экран. Ал ертеңге есеп беруім керек. Марина телефонын қатты қысып үндемеді. Алло, естіп тұрсың ба? Деді Жанна. Тыңдашы, көрші ретінде көмектесші. Артурдың ескі ноутбугын бере тұршы, әлгі саяжайға апармақ болған. Тек бір кешке Wordта жұмыс істеп алайын. Бәрін көшіріп алып қайтарамын. Алғашқы ойы жоқ деп айту, оны құртқа жіберу, бәрін бетіне басу еді. Бірақ Марина ернін тістеді. Егер ол бас тартса, жаудың есігі жабық қалады. Ал оған дәлел керек еді. Бұл өтіріктің қаншалықты терең екенін түсінуі керек болатын. Жақсы, Жанна, деді ол сабырлы дауыспен. Қазір тауып берейін. Ой, сен періштесің ғой. Рахмет, жаным. Дәлізде Артур пайда болды. Ол әңгімені естіген немесе өтіп бара жатқан еді. Кім хабарласты? Деді ол жалқауланып. Жанна. Ноутбугі бұзылыпты. Ескі ноутбугыңды сұрайды, бір кешке есеп жазу үшін. Марина Артурдың әдеттегідей. Заттарымды неге бересің? Жаңасын сатып алсын, менің техникама тиіспе деп кейтінін күтті. Ол өз гаджеттеріне сараң еді. Бірақ керісінше болды. Артурдың түрі өзгеріп кетті. Жалқаулығы жойылып, көзінде бір пысқай от пайда болды. Жаннаның ноутбугі ме? Деп қайта сұрады ол. Бейшара-ай. Әрине, көмектесу керек. Ол қоймаға қарай жүгіріп, қораптарды ақтара бастады. Артур, мен өзім апарып бере аламын, деді Марина оған қарап тұрып.
Оның бұл ықыласын көру ауыр еді. Қойшы, сен ауырып тұрсың ғой, демалуың керек деп ол сұр ноутбукты шығарып, жеңмен шаңын сүртті. Өзім апарамын. Көршілерге көмектесу керек. Қайырымды болу керек, Марина. Бұл сөздер оның аузынан шыққанда әйеліне дәрі қимай, қарттарды itергеннен кейін күпірлікте естілді. Артур шығар алдында айнаға қарап шашын түзеді. Мен тез келем деді де шығып кетті. Тез келуі 40 минутқа созылды. Марина терезеге қарап тұрып, ішіндегі суық бостықтың өсіп бара жатқанын сезді. Ол сонда онымен бірге күліп отыр, мүмкін қолын ұстап, мына проклятый пластик қорапты беріп жатыр, екеуі оны ақымақ санап отыр. Артур оралғанда ол көңілді еді, үстінен бөтен иіс судың иісі шығып тұрса да, шаршағанын айтып бірден душқа кіріп кетті. Келесі күні кешке Артур жұмыста бөгелді. Жиналыс. Марина ешқандай жиналыс жоқ екенін білді, бірақ бұл оған тиімді еді. Ноутбукты алу керек. Ол бір қабат төмен түсті. Жүрегі ауыр соғып тұр. Марина қоңырауды басты. Тыныштық. Сосын құлып ашылды. Есік сәл ашылды, бірақ ешкім жоқ еді. Маришка, сен бе? Жаннаның даусы пәтердің ішінен, судың дыбысының арасынан шықты. Кіре бер, ашық. Мен душтамын. 1 минуттан соң шығамын. Ноутты ал. Асы үстелінде тұр. Марина кірді. Жаннаның пәтері олардың пәтерінің айнадағы бейнесі сияқты еді, бірақ мұндағы атмосфера басқа. Ретсіз, хаосты. Жерде киімдер, журналдар шашылып жатыр. Тумбочкада косметика толып тұр. Ваннадағы судың дыбысы жүйкесіне тиді. Марина асүйге өтті. Үстелде печенье қиқымдар мен кір тәрелкелердің арасында Артурдың сұр ноутбугі тұр екен. Марина оны жауып кетпек болды да, кенет қасында тұрған затқа көзі түсті. Бұл кружка еді. Жай кружка емес. Бұл оның сүйікті фарфор кружкасы еді, жұқа, әдемі, бетінде жіппен ойнап жатқан күлкілі мысықтар салынған. Марина оны 3 жыл бұрын қолөнершілер жәрмеңкесінен сатып алған. Ол онымен таңғы кофесін ішетін. Ол оның кішкентай ритуалы еді. Бір апта бұрын кружка жоғалып кеткен. Марина бүкіл асүйді іздеп, үй тазалаушыдан көріп, өзім сындырып алған шығармын деп ойлаған. Ал енді оның сүйікті заты, жеке заты күйеуінің көңілдесінің жабысқақ үстелінде тұр. Кружканың ішінде суыған кофенің қалдығы бар, ал ақ фарфор жиегінде, әлгі мысықтың бетінде қызыл далаптың ізі қалыпты. Басқа біреудің ерінің ізі оның өмірінде. Марина дірілдеп кетті. Жиіркеніштен жүрегі айныды. Бұл шапалақтан да жаман еді. Жанна тек оның күйеуімен жатып қана қоймаған. Ол оның тұрмысын, заттарын, кеңістігін иемденіп, Маринаның өмірін өзіне өлшеп, лас талабымен былғап жүр екен. Алдың ба? Деп Жанна ваннадан айқайлады. Су әлі ағып тұр. Кружканы бере тұрдым, айтпақшы, мысықтары керемет екен. Қарсы емесің ғой. Бізде бәрі ортақ қой, иә, көрші. Осы бәрі ортақ деген сөзде соншалықты заһар мен мақтаныш бар еді. Марина ол кружканы қабырғаға ұрып сындырғысы келді, бірақ өзін ұстады. Ашуы кенеттен салқын әрі есепшіл болып өзгерді. Ол ноутбукке қарады. Қуат индикаторы жыпылықтап тұр. Компьютер ұйқы режимінде екен. Марина қақпағын ашты. Экран жарқ етіп пароль сұрады. Артур әрқашан пароль қоятын. Ол қауіпсіздік мәселесінде параноик еді, бірақ бұл ноутбук ескі, үйдегі ноутбук қой. Мұнда қандай пароль болуы мүмкін? Марина бір сәт ойланды. Саусақтары өзінен өзі пернетақтаға қарай жүгірді. Ол 4 цифрды терді. 1010. 10 қазан, олардың үйленген күні. Экран жыпылықтап ашылды. Марина ащы мысқылмен күлді. Қандай жаман келемеш. Шын өмірде Артур олардың 10 жылдық мерейтойын ұмытып кетті. Өз айтқанша есіне де алмады, бірақ өз құпияларын қорғау үшін осы күнді код ретінде қолданып жүр. Марина үшін қасиетті болған күн ол үшін тек өтірігін қорғайтын сандар жиынтығы ғана екен. Экранда мессенджер ашық тұрды. Жанна оны жабуға ерінген немесе Артур оған баптап бергенде аккаунтынан шығуды ұмытып кеткен. Соңғы хат-хабар ашық екен.
Байланыс Әмиян деп жазылған. Аватаркасында Артурдың өз джипінде отырған суреті тұр. Марина жолдарға көз жүгіртті. Әмиян, кеше 23:15. Кеше керемет болдың. Әрең кеттім. Жанна. Ал қашан бір жола қаласың? Тығылып жүргеннен шаршадым. Әмиян. Шыда, балақай. Саяжай бойынша несие дайын болып қалды. Ертең коммуналдық төлемдер мен интернет чектерінің арасына қосып жіберемін. Ол шаршап тұрғанда қарамай қол қоя салады. Ол күйі қазір мүлдем езіліп қалды, ауырып жүр, басы істемей. Жанна. Ал егер оқып қойса ше? Әмиян. Оқымайды. Профилактика үшін ұрыс шығарам. Менен құтылу үшін қол қоя салады. Банк мақұлдаған соң мына холупаны сатамыз. Ақшаны бірден шығарып, сен айтқан бәлеге тайып тұрамыз. Ал мол банкпен өзі айналсын. Пәтерде оның атында. Өзі сатып төлесін. Марина оқып отырып, әріптер көз алдында билеп кетті. Күйі. Холупа. Өзі төлесін. Бұл тек опасыздық емес, бұл жоспарланған кісі өлтіру, қаржылық және моральдық өлтіру еді. Ол оны тақырға отырғызып, баспанасыз, қарызға батырып, ата-анасынан қалған жалғыз мұра саяжайды тартып алып кетпек болған. Маринаның қолы тышқанға, мышқа қарай жүгірді. Мессенджерді жапты. Жұмыс столында әртүрлі деген атпен қалта, папка тұр екен. Бірақ оның ішіндегі файлдар кез келген аудитордың төбе шашын тік тұрғызарлықтай еді. Схема қазан, вектор, откат. Монолит сатып алу сол жақ. Марина файлдардың бірін ашты. Бұл жүк құжаттардың сканы екен. Монолит холдингіне жабдықтар сатып алу. 6.0 бар сомалар. Жеткізуші бір күндік фирма. Ал төменде келісілді деген бағанда Артурдың емес, холдинг иесі Виктор Петровичтің қолы тұр. Бірақ көп жылдар бойы құжаттармен жұмыс істеген Марина бірден көрді. Қолдан жасалған. Артур шалдың сеніміне кіріп алып, құжаттарға жалған қол қойып, миллиондарды жалған фирмалардың есебіне аударып отырған. Ол ұрлаған. Оған жұмыс, мәртебе және сенім берген адамдардан ұрлаған. Ваннадағы судың дыбысы тыйылды. Марина ток ұрғандай селт етті. Уақыт бітті. Жанна қазір шығады. Тез қимылдау керек еді. Марина қалтасынан кілттерін шығарды. Кілттің басында 16 ГБ кішкентай флешка бар еді. Кадр маманның әдеті, әрқашан жанында тасымалдағыш алып жүру. Ол дірілдеген қолымен флешканы ас портына тықты. Компьютер бір сәт ойланып, құрылғыны танығанда дыбыс шығарды. Ал қайдасың, Маришка? Жаннаның дауысы жақындады. Сүлгімен оранып жатқаны естілді. Марина әртүрлі қалтасын және хат-хабар тарихын белгіледі. Көшіру қою. Жүктеу жолағы жылжыды. Баяу. Өте баяу. 10. 30. Қазір халат киемін. Жаннаның дауысы шықты. 60. Марина іштей дұға етті. Тезірек, өтінемін, тезірек. Желкесінде. Түк-түк-түк деп соғып тұр. 90. 100. Дайын. Ол флешканы жұлып алып, ноутбуктың қақпағын жапты. Ваннаның есігі сықырлады. Марина үстелдегі ноутбукты қолтығына қыстырып, екінші қолымен өзінің мысықтары бар кружкасын қатты ұстады. О, сен әлі осындасың ба? Жанна дәлізге қызғылт сүлгіге оранып шықты. Марина асүйдің есігінде ноутбук пен кружканы қысып тұр. Иә, деді ол. Даусы қарлықса да нық шықты. Алдым. Жанна Маринаның қолындағы кружкаға таңғала қарады. Ей, кружканы неге алып барасың? Мен ішіп біткен жоқпын. Бұл менің кружкам, деді Марина оның көзіне тік қарап. Және ол маған керек. Бұдан бұлай бізде ешқандай ортақ нәрсе жоқ, Жанна. Ештеңе. Ол жауап күтпестен бұрылып шығып кетті. Есікті ақырын, бірақ нық жапты. Баспалдақ алаңына шыққанда ол лифт шақырмады. Флешканы қалтасына қысып, баспалдақпен жоғары қарай жүгірді. Осы кішкентай пластик нәрседе оның өткен өмірінің өлімі және мүмкін құтқару кілті бар еді.
Светаның пәтерінен типографиялық бояу мен қою кофенің иісі шығады. Бұл иіс Маринаға әрқашан ес жидыратын, бірақ бүгін ол оны қоршаған паниканың қалың қабығынан өте алмады. Маринаның мектептен бергі ең жақын құрбысы, әрі жергілікті газеттің қылмыстық хроника журналисі Света үстелде ноутбукке шұқшиып отыр. Ол 10 минуттан бері үндемеді. Тек пернетақтаның тықылы мен тышқанның сыртылы ғана тыныштықты бұзып тұр. Экранда Марина көшіріп алған кестелер мен скандар өтіп жатыр. Марина иығына плед жауып, диванда бүрсіп отыр. Оны қатты діріл биледі. Света ұсынған шай әлдеқашан суып қалған. Соңында Света орындықтың арқасына сүйенді. Көзілдірігін шешіп, мұрнын уқалады. Ол құрбысына бұрылғанда оның көзінде әдеттегі жауынгерлік рух жоқ еді. Онда қорқыныш бар еді. Мариш, деді ол ақырын. Сен не әкелгеніңді түсінесің бе? Дәлел ме? Маринаның дауысы сыбырлап шықты. Бұл жай ғана дәлел емес. Бұл бомба. Света орнынан тұрып, бөлменің ішінде ары-бері жүрді. Мұнда аса ірі көлемдегі жымқыру бар. Сенің күйеуің Монолит холдингінің ақшасын жалған фирмалар арқылы шығарып отырған. Сомалар сұмдық. Егер бұл ашылса, оған кемінде 10 жыл береді. Марина басын изеді. Мұны ол өзі де түсінген. Бірақ Света жалғастырды, келесі сөздер одан да қатты тиді. Бірақ бұл жартысы ғана. Мен оның хаттары мен дайындаған құжаттарының нобайларын көрдім. Марина, ол тек несие алғысы келген жоқ. Ол сенің атыңнан саяжайды сатуға бас сенімхат дайындаған. Не? Марина пледті тастап жіберіп, орнынан атып тұрды. Бірақ мен ештеңеге қол қойған жоқпын. Әлі жоқ. Бірақ нотариуспен жазысқан чатында клиент ертең дайын болады деп жазыпты. Ол саған құжаттарды төлем чектерінің арасына қосып жібермек болған немесе? Света тоқтап қалды. Немесе сен қарсы болсаң қолыңды қолдан жасай салмақ болған. Жоспары оңай. Саяжайды кепілге қояды, ақшаны алады, оны әлгі фирмалар арқылы қолма-қол ақшаға айналдырады да тайып тұрады. Ал сен қарызбен, үйсіз және тергеу астында қаласың, себебі фирмалардың есепшоты басқа адамдарға рәсімделгенімен, іздер саған әкелуі мүмкін. Маринаның аяғы дірілдеп, қайта отырды. Маған үйге баруға болмайды деп сыбырлады ол. Света, мен қайта алмаймын. Ол мені жоқ қылады. Болмайды деп Света келісті. Бірақ қазір қашуға да болмайды. Егер сен жоғалып кетсең, ол сенің бәрін білетініңді түсінеді. Іздерін жасырады, түпнұсқаларды жояды, бәрін бухгалтерге немесе саған жаба салады. Ал ол, Жаннамен жазысқан хаттарына қарағанда чемоданын дайындап қойған. Оған тек саяжайдың соңғы ақшасы ғана керек. Енді не істеймін? Бізге түпнұсқалар керек. Света саусағымен үстелді қақты. Флешка жақсы, бірақ сот үшін мөрі бар қағаздар немесе куәгерлер керек. Маған осы компанияларды тексеру үшін уақыт керек. Марина бетін басты. Оған шығар жолы жоқ, тұзаққа түскендей көрінді. Мен далаға шығып келейін, деді ол тұрып. Маған ауа керек, әйтпесе тұншығып өлем. Телефоныңды сөндірме, деп ескертті Света. Сақ бол. Ол қазір бұрышқа тығылған аң сияқты, ал ондайлар өте қауіпті. Далада тағы да жаңбыр сіркіреп тұр. Марина қайда бара жатқанын білмеді. Аяғы оны тағы да саябаққа алып келді. Бұл жер соңғы 2 күнде оның панасына, өтірік мұхитындағы тыныштық аралына айналған еді. Орындық су еді, бірақ Марина ылғалды байқамай отыра кетті. Ол фонарлар шағылысқан қара шұңқырларға қарап отырды. Басында бір ғана ой. Ол қалай бұлай істеді? Ол төсегін, нанын, арманын бөліскен адам. Ол тек сүймей қалған жоқ, ол оны Балиде көршімен көңіл көтеру үшін саналы түрде сатып жіберді. Ыстық әрі ашулы жас бетімен ақты. Серуендеу үшін жақсы ауа райы емес. Жанынан таныс дауыс шықты. Марина басын көтерді. Дмитрий. Ол оранжевый жилетімен, қолында сыпырғышымен тұр екен. Кепкасы көзін көлегейлеп тұрса да, даусынан үрей сезілді. Дмитрий. Марина жымимақ болды, бірақ еңіреп жылап жіберді. Ол артық сұрақ қоймады, жай ғана қасына отырды. Дмитрий.
Марина ұзақ жылады. Анасының алқасы үшін, саяжай үшін, дәріханадағы қорлық үшін ішіндегінің бәрін шығарды. Жас таусылғанда ішінде тек үлкен бостық қалды. Айтып беріңіз, деді Дмитрий ақырын. Ол бәрін айтып берді. Сөздер суға түскен тастай болды. Ол үзіп жылып, бәрін айтты. Ол ұрлап жүр, деді ол орамалды қысып. Ол Вектор, Сигма деген фирмалар құрып алып, Монолит холдингінен ақша шығарып жүр. Ал енді қашу үшін әкемнің саяжайын тартып алғысы келеді. Монолит деген сөзді естігенде, осыған дейін еркін отырған Дмитрий селт етіп қатып қалды. Марина бұл өзгерісті байқамады. Дмитрий баяу арқасын тіктеді. Оның иығы жазылып, үстінен көрінбейтін бір жүк түскендей болды. Ол кепкасын шешіп тізесіне қойды. Фонар жарығында оның беті өзгеріп кетті. Жұмсақтық жоғалды. Саябақта оны шаймен сыйлаған қарапайым жігіттің күлкісі жоқ еді. Сызбалары өткірленіп, көзқарасы суық, өткір болып кетті. Бұл аула сыпырушы емес, өз аумағындағы жемтігін сезген жыртқыш сияқты еді. Монолит дейсіз бе? Деп қайта сұрады ол. Даусы төмен, нық шықты. Онда бұрын Марина естімеген билік сарыны бар еді. Иә, деді ол басын изеп. Ол сонда қаржы директоры. Артур Борисович. Мен ол жерде қаржы директоры кім екенін білемін, деп Дмитрий оның сөзін бөліп жіберді. Сізде құжаттар бар ма? Әлгі тапқандарыңыз. Марина сөмкесінен Светада басып шығарған бірнеше парақты берді. Дмитрий оларды алды. Қолы дірілдеген жоқ. Ол парақтарды шамның жарығына жақындатты. Көзі жолдармен тез, кәсіби түрде жүгіріп өтті. Сомалар, даталар, фирма аттары. Ол парақты аударып тоқтап қалды. Саусағы парақтың төменгі жағындағы Соколов деген қолдың үстіне түсті. Виктор Петрович, иесінің қолы, деп түсіндірді Марина. Бірақ бұл жалған. Мен иесінің қолын білемін. Артур оны шефтің хабарынсыз ақша шығару үшін үйреніп алған. Дмитрийдің беті тас болып қалды. Жақ сүйектері ойнап кетті. Ол өз әкесінің қолына олардың отбасы қамқорлық қалған қызмет, мәртебе, сенім берген ұрының наглыйлықпен жасаған қолтаңбасына қарап тұрды. Әкесі әрқашан адамдарға сен, Дима, олар күмән келтіргенге дейін дейтін. Артур жай ғана күмән келтіріп қоймай, ұсынылған қолға түкірген еді. Дмитрий парақтарды баяу бүктеп, жұмыс күртешесінің ішкі қалтасына салды. Марина, ол оған бұрылды. Енді ол оның көзіне тік қарап тұрды. Бұл көзқарастан ол өзін ыңғайсыз сезінді. Онда күш, сенім және бір қорқынышты шешім бар еді. Мені мұқият тыңдаңыз. Ол оның қолынан ұстады. Алақаны жылы әрі қатты еді. Сіз үйге оралуыңыз керек. Жоқ. Марина шошып кетті. Мен бара алмаймын. Ол маған қол қойдырады. Қойдырмайды, деді Дмитрий нық дауыспен. Себебі сіз жалғыз болмайсыз. Мен сізге уәде беремін. Бірақ сіз не істей аласыз? Деді ол үмітсіздікпен. Дима, кешіріңіз, сіз жай ғана аула сыпырушысыз, ал оның таныстары, ақшасы, күзеті бар. Ол бізді таптап кетеді. Дмитрий мысқылдап күлді. Бұл күлкі салқын еді. Кейде қоқыс жинайтындар жоғары кабинеттегі кір туралы директорлардың өзінен де көп біледі, деді ол жұмбақтап. Бұл қалада Артурдың тісі батпайтын күштер бар. Маған сеніңіз. Марина оған қарап, басындағы кепкасы бар қарапайым жігітті танымай қалды. Оның алдында бұйрық беріп үйренген адам отырғанда еді. Мен не істеуім керек? Деді ол оның сенімділігіне бағынып. Қайтыңыз. Өзіңізді әдеттегідей ұстаңыз. Егер ол құжаттар туралы сөйлесе, басыңыздың ауырып тұрғанын, әлсіздігіңізді айтыңыз. Уақыт созыңыз. Маған 2 күн керек. Не үшін? Тышқан аулайтын тұзақты жабу үшін, деп жауап берді Дмитрий. Ештеңеден қорықпаңыз. Егер ол сізге тиіссе, немесе дауыс көтерсе, маған кез келген уақытта хабарласыңыз. Мен қасыңызда болам. Ол қалтасынан қымбат смартфон шығарды. Бұл оның қолында бәтеңкесіндегі лайдай жат көрінді, және оның нөмірін терді. Жүріңіз, Марина, ұмытпаңыз, саяжайды сақтап қаламыз. Мен сізге уәде беремін.
Ер адамның сөзі. Марина орнынан тұрды. Жаңбыр тоқтады. Қорқыныш жойылған жоқ, бірақ ол өзгерді. Енді бұл құрбанның үрейі емес, шайқас алдындағы жауынгердің салқын дайындығы еді. Ол Дмитрийге басын изеді. Мен сізге сенемін. Ол дәлізбен элиталық үйлерге қарай кетіп бара жатты. Ол аңның ұясына қайтып бара жатты, бірақ енді арқасында көрінбейтін қорғанысты сезінді. Дмитрий оны көзден таса болғанша шығарып салды. Сосын телефонын алып, бір нөмірді терді. «Иә», деді арғы жақтан қарт адамның билікке толы дауысы. «Әке», деді Дмитрий. «Тәжірибе аяқталды. Мен қайтып келемін. Қауіпсіздік қызметін жина. Біздің үйімізде бір семіз егеу құйрық жүр». Жұма таңертең есіктің тарс еткенінен емес, лилия гүлінің иісінен басталды. Ауыр, тәтті иіс пәтердің әр бұрышына жайылды. Марина көзін ашты. Тумбочкада аппақ лилиялар тұр. Артур лилия иісінен Маринаның басы ауыратынын жақсы білетін. Бірақ бұл гүлдер ол үшін емес, көрінісі үшін алынған еді. «Қайырлы таң, ұйқы бас». Артурдың көңілді даусы шықты. Ол төсекке таңғы ас алып келді. Сок, круассан, кофе. Ол журналдардағыдай күлімсіреп тұр. Көздері мұздай. «Артур». Марина көрпені бүрісіп ұстады. Кешегі қорқыныш оның жасандылығынан жиіркенуге ауысты. «Әйелімді қуантайын», дедім. «Соңғы кезде көп ұрыстық мен. Бәрі өтсін, отбасы маңызды деп ойладым». Марина оған қарап күйеуін емес, нашар ойнайтын актерді көрді. «Рахмет», деді ол. «Бүгін менде маңызды күн», деп жалғастырды Артур. «Астанадан ірі инвесторлар келеді. Олар үшін серіктестің беделі, отбасылық құндылықтар маңызды. Мен бізді мінсіз отбасы деп айттым». «Сонымен, Марина, бүгін қабағыңды шытпа. Жарай ма?» Оның үні бір сәт қатайып барып қайта жұмсарды. «Түскі ас алдында серуендеп қайтайық. Саябаққа барып, әлеуметтік желі үшін 1-2 сурет түсеміз, ал кешке жайбарақат отырып саяжай бойынша құжаттарға қол қоямыз. Мен нотариуспен келістім, ол үй келеді. Көрдің бе, мен қалай қамқорлық жасаймын?» Маринаның жүрегі айныды. Ол оны көрмеге шығаратын қойдай серуенге алып бара жатыр еді. «Жақсы», деді ол ақырын. «Серуендейік». 1 сағаттан соң олар шықты. Артур кашемир пальтосымен мінсіз көрінеді. Марина оның қасында қуыршақтай жүрді. Ол қалтасындағы телефонын қысып ұстады. Күзгі саябақ бүгін Маринаға триллердің декорациясы сияқты көрінді. Артур оның шынтағынан мықтап ұстап алды. «Күлімсіре», деді ол тістеніп, қастарынан арба итеріп бара жатқан келіншек өткенде. «Бізге қарап тұр». Олар орталық аллеяға бұрылды. Дәл осы жерде, 50 метрдей алда Марина таныс сарғыш желетті көрді. Дмитрий. Ол жапырақтарды жинап жатыр екен. Марина Артурды басқа жаққа алып кеткісі келді, Дмитрий үшін қорықты. Бірақ кеш еді. Артурда аула сыпырушыны байқады. «Тоқташы». Артурдың жүзінде ашулы мысқыл пайда болды. «Бұл сенің мен жоқта шай ішіп жүрген мейірімді досың емес пе?» Ол Маринаны тура Дмитрийге қарай тартты. «Артур, керек емес», деп өтінді ол. «Үйге қайтайықшы». «Неге керек емес?» деді Артур дауыстап. «Сәлемдесейік. Әйелім мен жоқта кіммен уақыт өткізетінін білуім керек қой». Олар жақын келді. Дмитрий бұрылды. Маринаны көргенде оның көзінде жылулық пайда болды, бірақ Артурға қарағанда ол суық сабырлыққа ауысты. «О, қандай кездесу!» Артур құшағын жайды. «Қараңыздар, менің әйелім өзіне тең адам тауып алыпты». Өтіп бара жатқандар жалтақтап қарай бастады. «Қайырлы күн», деді Дмитрий сабырмен. «Қайырлы». Артур өз аяқ киіміне қарады. «Кім үшін қайырлы екенін білмеймін, бірақ мына жер лас. Мына туфлилер сенің 1 жылдық табысыңнан да қымбат тұрады». «Жапырақтар үнемі түсет», деп жауап берді Дмитрий. «Маған үйретпе». Артур оған жақындады. «Мырзалар өткенде сен сыпырып тұруың керек, ал сен демалып тұрсың». «Артур, тоқтатшы», Марина оның жеңінен тартты. «Жүрші».
Күте тұр, жаным, көмектесейін. Артур әмияннан 500 рубль шығарды. Сен осы үшін менің әйеліме жақындадың ба? Ақша керек пе? Артур мысқылдап ақшаны жұмарлап, Дмитрийдің аяғының астындағы лай шұңқырға атып ұрды. Мә, өзіңе иіс су сатып ал, әйтпесе сәтсіздіктің иісі аңқып тұр. Тыныштық орнады. Осы сәтте Жанна келе жатты. Ол бәрін көріп күлді. Ой, Артурчик, сен де қызықсың, деді ол. Неге бұлай істейсің? Бұлар да адам ғой, шамасы. Көтер, 2 күн жұмыс істейсің осы ақша үшін. Марина ашудан жарылып кете жаздады. Ол ақшаны алып Артурдың бетіне лақтырмақ болды, бірақ Дмитрий оны тоқтатты. Ол ақшаға қарағанда жоқ. Ол Артурға қарады. Бұл судьяның көзқарасы еді. Ақшаның иісі шықпайды ма, Артур Борисович? Деді Дмитрий ақырын. Ал ар-ұждан кейде сасып кетеді. Бұл иісті ешқандай парфюммен кетіре алмайсыз. Көтерілген адамның құлауы қатты болады, әсіресе қанаттарыңыз біреудің ақшасынан жасалған болса. Артур селт етті. Ол оның атын қайдан біледі? Кеттік деп Артур Маринаны тартты. Есалаңды тыңдап тұрмайық. Дмитрий жұмысын аяқтап, киімін ауыстырып, телефонын алды. Әке, деді ол. Егеу құйрықты таптым. Ертең директорлар кеңесін жиына. Үлкен тазалық болады. Империал мейрамханасының залы жарқырап тұр. Холдингтің мерейтойы. Артур өзін патшадай сезінеді. Ол бүгін вице-президент болуды күтіп отыр. Оның қасында Марина отыр. Ол үнсіз. Сахнаға Артур шықты. Құрметті әріптестер. Монолит бұл отбасы. Мен адалдық үшін, ашықтық үшін тост көтергім келеді. Сол сәтте есік ашылды. Ішке Дмитрий кірді. Смокинг киген айбынды. Ол сахнаға қарай жүрді. Артур микрофонға. Күзет. Мына аула сыпырушыны шығарыңдар, деп айқайлады. Виктор Петрович Соколов орнынан тұрды. Артур, аузыңды жап. Бұл менің ұлым Дмитрий Соколов, жаңа вице-президент. Артурдың түсі қашып кетті. Дмитрий экранға Артурдың барлық афераларын, жалған құжаттарын, Жаннамен хаттарын шығарды. Сен мені қоқыс дедің бе? Дмитрий қалтасынан әлгі лай болған 500 рубльді шығарып, Артурдың алдына тастады. Мә, адвокатыңа төлерсің. Залға омон кірді. Артур мен Жаннаға кісен салынды. Марина бәрі біткенін түсінді, бірақ оған ауыр тиді. Ол есінен танып құлап бара жатқанда Дмитрий оны қағып алды. Марина ауруханада көзін ашты. Света оның қасында отыр. Дәрігер кіріп, Маринаның жүкті болғанын, бірақ стресс пен аурудың салдарынан баладан айырылып қалғанын айтты. Марина жылады, бірақ Света. Марина, бұл бәлкім жақсылықтың белгісі шығар. Ол вор мен сатқынның баласы болар еді. Енді сенің ол адаммен ешқандай байланысың жоқ, деді. 5 жыл өтті. Марина мен Дмитрийдің үлкен үйі бар. 3 баласы жүгіріп жүр. Дмитрий холдингті басқарады. Марина саяжайда отырып, өз бақытын тапқанын түсінді. Ол лайдың астынан нағыз алтынды Дмитрийдің махаббатын тапқан еді.